Инстаграмда жоқ болып кеттің. Неге сторис, видео салмайсың? Аккаунтыңа не болды? Тастап кеттің бе? Инстаграмды енді жүргізбейсің бе? Деген сияқты сұрақтарға мен қазір осы видеомда жауап беретін боламын. Сол себептен өтініш достар, соңына дейін тыңдасаңыздар, бұл өзі сондай бір маңызды видеолардың бірі. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Месайжан KZ. Және бүгінгі видеомызда менің Инстаграм парақшама не болғаны туралы талқылап айтатын боламын. Сол себептен соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және де осы видеоға лайк басып достарыңызға жіберіңіздер, себебі мені жоғалтып алған жандар бар болуы мүмкін. Барлықтарыңызға қызықтырып жүрген шығар, 28 мамырдан кейін неге мен Инстаграмда белсенді емеспін, стористер жоқ, посттар жоқ, видео салмаймын, мүлдем белсенді емеспін қысқаша. Оның себебі мені Инстаграм 13-ке толмадың деген себеппен блокқа салған болатын, бірақ негізінде менің жасым қазір 14-те. Және де бұндай жағдай менде алдыңғы жылы 2 рет қайталанған болатын, бірақ ол туралы кейінірек айтатын боламын. Ең біріншіден қалай басталғанын айтайын. Мен өзімнің аккаунтымда өзімнің атаулы байқауымды жүргізейін деп спонсорлар жинап жатқан болатынмын. Ол кезде жинаған болатынмын. Гив жасаймын деп, сондай бір жақсы ниетім болып еді, конкурс жасайын деп. Сыйлықтардың барлығын алып, енді кешке қаратай спонсорлықтың видеосын салған болатын. Ол TikTok салдым, және астына жаңағы спонсорлар жинап жатқанында жазып қойған болатынмын. 28 мамыр күні кешкісін салдым соны. Кейіннен енді Инстаграмға салып болғаннан кейін Инстаграмда шығып, өзімнің шаруаларымды жасап, ол жайлы енді телефоныма енді жарты сағаттай кірмеген болатынмын, қарамадым, иә. Кешкі асымды ішіп болғаннан кейін енді телефоныма кіріп қарасам, Инстаграмға кірсем, мені 13-ке толмадың, сол себептен сізде Инстаграм блокқа салатын болады. 14 күннің ішінде өзіңіздің жаңағы документтеріңізді, 13-ке толған екеніңізді белгілейтін документтерін жібермесеңіздер, онда 14 күннен кейін Инстаграм парақшаңызды өшіреміз деген кірген бойда осындай бір хат шығып тұрды. Яғни мен Инстаграмға мүлдем ешқалай кіре алмадым. Кірсем дәл сондай нәрсе шығып тұрады, дым істей алмаймын, иә. Инстаграм менде ешқалай функционировать еткен жоқ, осы айтайыншы. Содан енді мен бұндай жағдай менде алдыңғы жылы 2 рет қайталанғандықтан әрине шошып кеттім, себебі мен байқау жасайын деп жаттым, спонсорлар жинап жаттым, және де осындай жағдайда өстіп жалобы келгенде өзім түсініксіз көңіл күйде болып қалдым, себебі не істерімді білмедім. Бірден жалобалар жіберіп тастадым, документтерді жіберіп, мен 14-ке толдым, 13-тен асып кеттім, және де менің құқығым бар қолдана алатын деген сияқты сондай жалобаларды жібердім арнайы хаттарына өздерінің Фейсбуктың. Және де 1-2 күннен кейін қайтарып береді деген ниетім болды. Себебі алдыңғы жылы менде 2019 жылдың жаздың басында, июньнің қателеспесем 8-9-дары, сол күні менде дәл осындай жағдаймен мені блокқа салған болатын. Және де ол кезде мен өте қатты шошып кеткен болатын. Енді бірінші рет болып тұр, және де ол кезде де мен жасым 13-ке толған болатын. Неге олай болды деп шоши бастадым. Сол кездерде солай жалоба жіберіп, документтерімді жіберіп, 1-2 күннен кейін қайтарып берген болатын. Кейіннен екінші рет менде қыркүйекте болды, қателеспесем 2019-дың қыркүйегінде болды. Ол кезде таңертеңге қаратай маған сондай немен хат келіп тұр, Инстаграмға кіре алмайсың деген сияқты, 13-ке толмадың деп. Ол кезде бірақ қатты уайымдамадым, бірден документтерімді жібердім да, 1 күннен кейін ба егер де қателеспесем, дәл сол күні кешке ма Инстаграмды қайтарып берген болатын. Және де осы жолда 3-ші рет мені блокқа салған кезде мен ойлағам, болды, 1-2 күннен кейін қайтарып береді, ондай қатты ешқандай проблема жоқ, дымды етпейді деп сондай немен жүрген болатын, көңіл күймен солай ойлап жүрдім, бірақ олай болмады. 1-2 күн өтті, әлі де қайтарып бермеді. 1-2 күн емес, тіпті 28 мамырдан бері бүгін 18 маусымға дейін мен әлі күнге дейін Инстаграмға кіре алмай жүрмін. Яғни мен кірсем дәл солай шығып тұрады 13-ке толмадың деп. Мен осыған дейін қаншама жалобалар жібергенді білсеңіздер ғой. Инстаграмға да жаздым, Фейсбукқа да жаздым, бүкіл служба поддержки, сообщить по проблеме деп 40 рет жіберген болатын, және де әлі де жауап күтіп жүрмін. Мені осылай 2,5 аптаға жоғалтып алуларыңыздың себебі осы болды. Мені Инстаграм еш себепсіз, былай қарасаңыз, мен 14-ке толған адамды 13-ке толмадың деп, әлі кішкентай баласың деген немен блокқа салған болатын. Былай қарасаң еш себепсіз, және де әлі де жауап бермей жатыр. Мен әлі де жауап күтем, үмітім үзілмейді. Мен себебі 40 рет документімді жіберген болатын, және де
енді ешқалай келмейді да. Мен 14-ке толған адамды 13-ке толмадым деп себепсіз аккаунтымды блокқа салып кейіннен өшіреміз деген енді мүлдем миға қонбайтын нәрсе. Солай енді бастапқыда инстаграмда жоқ болғандықтанмын. Мен деген бірнеше күннен кейін, мені блокқа салғаннан кейін, бірнеше күннен кейін бірінші маусым ба, екінші маусымдары мен жаңағы messenger.kz gift деген аккаунтым болатын. Ол жақта мен спонсорларды жинаған болатын сол аккаунтта. Сол аккаунтты спонсорлардың ақшасын қайтарып, сол аккаунтты өзімдікі қылып несе алдым да. Фотоларымды, посттар салып, неге жоқпын, не болып қалдым, бәрі сөйтіп салып, бір күн бойы стористар түсіріп, белсенді болып жүрдім сол аккаунтта. Ол жақта 5000-дай подписчик болды да. Бір күннің ішінде бір 9000-дай жиналды, 8-9 подписчик жиналды сол аккаунтта. Сөйтіп стористар, видеом салып, посттарды жазып, жүргізіп жүрдім. Тыптым жақсы бір күн бойына жүргіздім сол аккаунтымды. Және де келесі күні білесіздер ме, маған қандай хат келіп тұр? Тауып алыңыздар қандай. 13-ке толмадың, сол себептен сенің аккаунтыңызды блокқа саламыз деген сообщение келді. Екінші аккаунтымды түсінесіздер ме? Бірақ ол аккаунт менің апамның аккаунты болған баяғыда. Ол 98 жылмен регистрация жасаған болатын. 98 жылмен түсініп тұрсыздар ма? 13-тен асып кеткен адам, бұл тіпті 18-ден асқан адамның жасымен тұрған аккаунт ол. Және де соны блокқа салғанда шыны керек қорқа бастадым, себебі білесіздер ме қалай ол? Мен өзім түсінбедім қалай бір күннің ішінде жаңадан енді пост салып жатқан адамды бірден блокқа салып тастауға болатын. Мен өзім түсінбедім. Бұл не нәрсе болып жатқанын өзім де түсінбедім. Инстаграмға не болған, бұл не проблемалар өзі. Еш себепсіз аккаунтты блокқа салу деген. Бірден көңілім түсіп кетті. Енді дәл сол аккаунтты бір-ақ күн ғана жүргіздім. Бір-ақ күн күштілетіп стористар салып, бір күн ғана сол инстаграм аккаунтты жүргіздім. Достарыма жазып, менің көптеген блогер достарым қолдап, рахмет. Және де одан да бөлек достарым, таныстарым, подписчиктерім барлығы қолдап, Айжанның екінші аккаунты, бірінші аккаунты блокқа түскендіктен осы аккаунтта деп барлығы стористарға сала бастады. Барлықтарыңызға рахмет, жақсы көремін сіздердің осындай қолдауларыңызға көп рахмет. Бірақ өкінішке орай ол аккаунтты бір күннен кейін айтқанымдай дәл сол себеппен блокқа салған болатын. Ол жақтан да жалобалар жібердім. Документті жіберіп, жалпы 13-тен асқан адамдық екен деп. Ол жақтан да әлі жауап келмеді. Ол жақта бір 2 аптада болған шығар. 2 апта өтті, әлі де жауаптар келмеді ол аккаунттың несі бойынша. Не болған түкті түсінбедім олдан. Сол, яғни айтайын дедім, мен қазір инстаграмда мүлдем белсенді емеспін. 2 аккаунтымда блокта. Және де мен мүлдем отырмаймын инстаграмда қазір. Және де осындай менің аккаунттарым блокқа түсіп, мен үшін қиындау жағдайда, қиындау кезде бір өте пысық адамдар, яғни менің фейктарым, менің 3-ші аккаунтым, немесе менің ана аккаунтым блокқа түсіп қалды, бұл менің жаңа аккаунтым деп сөйтіп өздеріне жаңадан фейктар ашып алып, messenger.kz деп 40 поисковикке жазсаңыздар фейктар дегенде былай толып жатыр. Және де ең қатты ашуыма тиетіні, ол жақсы фейк болса фейк болып жүре берсін, бірақ олар гив жасаймын дейді. Мен спонсорлар жинап жатырмын, гив жасаймын, осылай да осылай messenger.kz-тің атаулы байқауы болады деген сондай жалған ақпарат таратып жүр сол фейктар. Сосын сол фейктар жарнаманы ақшалай жасап жүр. Яғни түсінесіздер ме? Менің таза еңбегіммен түсірілген видеоларымды, фотоларымды, жалпы мен таза еңбегіммен жинаған подписчиктерімді солай алдап, мен messenger.kz-пін деп өздеріне пайда көріп жүр, иә? Айтыңыздар, дұрыс па бұл жалпы? Дұрыс емес қой, айтыңыздар. Мен мысалға мына жақта аккаунтым блокқа түсіп қалды, не істеймін деп уайымдап жүргенде бір кісілер рахаттанып, менің атымнан атымды қолданып адамдарды алдап жүр, ақша тауып жүр. Тіпті ең құрығалы өздеріне подписчик жинап жүр. Былай қарасаң, мен бір рет таң қалдым. Бір рет кіріп қалып едім, фейктарымда 10 000 подписчик. Одан да көп. Рахат, е? Біреудің видеосын сала қоясың, тиктоктан аласың, оның ютубтан видеоларын аласың да сала қоясың. Мен Айжанмын, маған тіркеліңдер деп сөйтіп подписчик жинайды. Ал кейіннен мен байқадым, айтпақшы, сондай бір кейбір фейк аккаунттар бұрындары солай жасаған, подписчик жинайды, сол аккаунтты сатып жібереді. Немесе өздеріне иеленіп алады. Болды. Сөйтіп оңай жолмен, сондай бір арам жолмен өздеріне подписчик жинап алады. Немесе ақша табады. Жалпы дені дұрыс нәрсе емес.
жасап жүргендері. Сол сіздерді ескертейін деп едім. Менде осы 2 аккаунтым ғана, және де осы 2 аккаунттан басқа аккаунттарым жоқ қазіргі таңда. Және де екеуі де блокқа түскендіктен мен Инстаграмда мүлдем белсенді емеспін. Яғни ешқандай аккаунтым жоқ Инстаграмда, басқа ештеңе жүргізіп жүрген жоқпын. Соны сіздерге ескертейін деп едім. Егер де мен жаңа аккаунт ашып жатсам, 3-ші аккаунт міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын. Осы ютубқа салам, тиктокқа салам. Сол себептен өтініш, өздерін Айжанмын деп атап жүрген фейк аккаунттарға сенбеңіздерші, өтініш. Олар сіздерді тек алдай салады да болды. Өздеріне подписчиктен сөйтіп ақша тауып жүреді әйтеуір. Соны сіздерге ескертейін. Және де бұл видеоны сол менің фейктерім көріп отқанына күмәнім жоқ. Енді сіздер көріп отырсаңыздар, өтініш дұрыс жолға түсіңіздер. Тағы да бір нәрсе, менің фейк аккаунттарым менің тиктоктағы видеоларымды алады да, бүйтіп үлкен әріппен, шрифтпен өздерінің аккаунттарын жазып қояды, фейк аккаунттарын. Сосын салып, міне менің жаңа видеом деп жүреді. Сол себептен сіздер алданып қалмас үшін менің міндетті түрде тиктогыма тіркеліп кетіңіздер. Міне менің тиктогым осы. Мен сол жаққа жаңадан видеолар салып жүрмін, тиктоктар салып жүрмін. YouTube каналыма тіркеліңіздер. Себебі осы жақтан ғана жаңа ақпараттарды, не болып жатқанын барлығын біле аласыздар. Инстаграм аккаунтым ашылады деген ойдамын, тезірек ашылса екен. Егер де жаңа аккаунт ашып жатсам, міндетті түрде видео салам. Бірақ Инстаграм аккаунтым ашылады деген үміттемін. Менің Инстаграм аккаунтым 28 мамырда блокқа түскеннен кейін менен 13 мыңдай адам отписка жасаған Инстаграм аккаунтымнан. Білмеймін, мүмкін енді Инстаграмды жүргізбейді деп ойлаған шығар. Бірақ сіздер отписка жасамаңыздар, міндетті түрде бұйырса қайтарып аламын, сол кезде жүргізетін боламын. Және де тағы да айтайын ба, кейбір адамдар күлкімді келтіреді. Менің апаларыма, достарыма сөйтіп жазады екен: Айжан эгоист, подписчиктарды жинап, лақтырып, конкурс жасамай, нағыз алаяқ, мошенник деп сөйтіп жазып жүр ғой. Достар, мен әдейі жасап отқан жоқпын, бұның барлығы маған тіпті керек емес сол Инстаграмның блокқа түскені. Себебі қаншама жылғы еңбегімнің бостан-бос блокқа түскені маған керек деп ойлайсыздар ма? Немесе өзімнің сүйікті подписчиктерімді бостан-бос алдағаным дұрыс деп ойлайсыз ба? Сол себептен қателеспеңіздер. Тек жақсы нәрселерді ойлайық, және де менің Инстаграм аккаунтым маған қайтарып береді деп тілейік. Осы мен сіздерде айтқым келгені. Және де мен осы ютубыма жиі видео салатын боламын, себебі бірнеше күшті видеолар түсіріп қойдым. Және де ютубыма салатын боламын. Сол себептен достар, тіркеліп қойыңыздар, әлі күшті видеолар шығайын деп тұр. Және де тиктогыма тіркеліңіздер, ол жақта да күшті бір влогтар саламандай, типа ASMR сияқты видеолар салып жүрмін ғой мен деген. Сол себептен білетін шығарсыздар, не істеу керек екен. Жалпы видеоны созбай қояйын, сіздерді ескертетін нәрсені ескерттім деген ойдамын. 2 апта, 2,5 апта жоқ болуымның себебі осы. Өтініш, фейктарға сенбеңіздер. Менің аккаунтымнан отписка жасамаңыздар, себебі бұйырса қайтарып аламын деген ойдамын. Және де менде қазір басқа аккаунттарым жоқ, сол екеуінен басқа. Және де мүлдем белсенді емеспін Инстаграмда. Сол себептен сәл күтсеңіздер, өтініш. Сіздермен бірге болған мен, Айжан KZ, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Сау болыңыздар, мені жоғалтып алмаңыздар. Осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Менің подписчиктерім бар шығар. Сол достарыңызға көбірек жіберсеңіздер, олар білетін болады Айжанның неге жоқ болуының себебін. Поделицаны басып, достарыңызға жіберсеңіздер, өте риза болар едім. Алдын ала рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.